Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алуа. Видеомның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Нәзік, бір жасағынан шығатын 12 қасық атты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бәрі үлкен қасықпен, яғни ас қасықпен өлшенген. Ұнымыз, сұйық майымыз, қантымыз. Ең алдымен жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластыратын боламыз. Миксердің төменгі жылдамдығынан жоғарғы жылдамдығына дейін араластыратын боламыз. Ендігі кезекте күнбағыс майымызды және 12 қасық өлшенген сүтімізді құйып, тағы миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Мінекей дәл осылай болған кезде електен өткен ұнымызды 2 бөлікке бөліп және раскрителімізді қосып араластыратын боламыз. Ұнымыздың екінші бөлігін салып, 12 қасықтан аспау керек. Миксердің көмегімен араластырып аламыз. Осы кезде 180 градуста пешімізді қыздырып дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен пісіріп көруді кеңес етемін. Бір жасағынан шығады. Кез келген форма қолдансаңыздар болады. Менікі осындай форма болды. Формам кішкене үлкендеу. Сол себепті пирогым кішкене аласа шықты. Әсемді өз еркілеріңізде. Мен мұздатылған қарақат қосып жатырмын. Қоспасаңыздар да болады. Енді екінші бөлігін үстіне қоямыз. Әсет пешімізге 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай пісіріп көруді кеңес етемін. Сіздермен болған Алуа. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Мінекей пирогымыз дайын болды. Ас болсын.